Мәселен, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін немістер өздерінің неміс болғанына ұялды. Неміспін деп айтса, ол сөз фашист деген сөзбен ассоциацияланды. Олардың рухы түсіп кетті. Ал білесіздер, Ленин айтқан Европадағы ең ұлтшыл мемлекет Германия деп. Сол Германияның екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ұлтшылдығы 0 болды. Жек көріп кетті. Әр неміс өзінің неміс болғанына ұялды. Сол кезде оның ғалымдар айтты: мына шетелден келіп жатқан жаңа ұғым, түсінік атауларының барлығын немісше атамаңдар деді. Оны ағылшынша жазыңдар деді. Керек жоқ деді. Ағылшынша жазамыз деді. Сөйтіп сол замандағы мен неміс тілінің жағдайын зерттеп қарадым. Ол кездегі неміс тілінің терминологиясының бәленбай пайызы түгел ағылшынша болды. Сонда бір қызығы, бұл ешқандай нәтиже бермеді. Керісінше, құлдыраған экономикасы одан сайын құлдырай берді. Сөйтіп немістің тіл танушы ғалымдары проблема көтерді. Бұлай болмайды деді. Біз барлығын неміс тілінде жасауымыз керек деді. Терминологиямызды қайтадан ұлттық тілге аударайық деді. Бізде жүріп жатқан барлық процестер, оларда жаңағы сол кезде алуан түрлі заводтар салынды, экономикасын көтеру үшін, білесіздер ғой, мысалы брендтар шықты, Volkswagen деген немісше атауы, көрдіңіз ба, немісше. Осылардың барлығын тек немісше жазамыз. Сонда жүріп жатқан процестердің барлығын немісше атаймыз. Барлығы тек немісше болады деп неміс тілін қайта көтерді. Енді бір қызығы, сол кезден бастап олардың экономикасы да өрледі. Сол дәуірде әлемдік лингвистикада лингва-экономика деген сала қалыптасты. Оны қалыптастырған немістің ғалымдары. Лингва-экономика теориясы бойынша тілі дамыған ұлттың экономикасы дамиды, және дамыған экономика келіп, тілді қайтадан күшейтеді. Осындай теория. Сондықтан бұл өте маңызды фактор, тіл факторы, ол барлық саладағы дамудың қозғаушы күші. Ал қазіргі кезде ағылшын тілінен еніп жатқан терминологияны қалдырайық деп, соны қолдап жатқан ол біздің кеңес кезінде қалыптастырған санамыз ғой, соны. Біздің кеңес кезде мынандай сана қалыптастырған, барлық терминдерді орыс тілінің жүйесімен жазбаса, онда біз бір-бірімізді түсінбейміз деген. Бірақ шын мәнінде қараңыздар, мынау технологиялардағы ең озық мемлекет жапондар ғой. Жапондардың терминологиясында бірде-бір ағылшын сөзі жоқ. Олардың терминологиясы тек өздерінің ұлттық тілінде қалыптасады. Қытайды алып қараңыз. Қытайда қазір технологияның алдында озық. Оларда да сондай. Сондықтан бізге мынандай санамызға сіңіріп қойған, егер біз халықаралық терминдерді сол күйі алмасақ, біз дами қалмаймыз деген стереотипті біздің санамызға отырғызып қойған. Ол стереотип бәріміздің санамызда отыр. Біз осылардың бәрінен айырылуымыз керек, арылуымыз керек. Тілтанушылар соның пайызды процент дегенге барлығы бірдей қарсы. Бірақ саяси элитаның, мен сізге айттым, біздің саяси элита ұлттық дүниелерді танымайды. Бәлкім бұл біздің зиялы қауымның да қателігі шығар. Өйткені оларды таныту үшін зиялы қауым белсенді жұмыс жасау керек. Әрине, бір күнде барлығын аударып тастауға да болмайды. Ол қиындық тудырады. Бірақ сана өзгергенде ол өзінен өзі шешіледі. Бірте ол шешіледі деп ойлаймын. Енді ағылшын тілі туралы айтайық. Ағылшын тілі тек қазақ тілін ғана жұтып қояйын деп тұрған жоқ. Ол өзімен бірге туған, бір анадан туған, француз тілінде жұтып қояйын деп отыр. Роман герман тобындағы тілдердің бәрін жұтып қояйын деп отыр. Сондықтан Европада бәрі ойлайды, тек қана жаһандану процесі жүріп жатыр, ағылшын тілі ғана дамып жатыр, экспансиясы жүріп жатыр деп. Жоқ, олай емес. Кез келген табиғи құбылыс сияқты, бұл диалектикалық дамудың заңы сияқты, бір күшке қарсы екінші күш міндетті түрде туады. Жаһандану шықты ма, енді оған қарсы күш туды. Ол ұлттану. Жаһаниятқа қарсы ұлттық қасиеттерді сақтау үшін барлық саналы мемлекеттер осыған кірісіп жатыр. Мысалы, франкофониялық ұйым құрылғанына қанша жыл болды. Франкофондар француз тілін қолдаумен айналысады. Және жиі қолдамайды оған, жүйелі түрде қаржы бөледі оған. Француздың миллионерлері, байлар, бизнесмендері өздерінің тілін қолдау үшін неше түрлі шаралар өткізеді. Францияда кәдімгідей заң қабылданған. Француз тілін мынандай жағдайларда білмеген үшін мынандай саған
айыппұл төленеді деген сияқты. Сондықтан осыны ескеру керек. Ағылшын тілінің агрессиясына тек қана біз қарсы күресіп жатқан жоқпыз, барлық ел күресіп жатыр.